Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, премьер-министрі Бектеновке, Қазақстан теміржол компаниясының басшысы Алдамбергеновке, Бейнеу-Кіші 12 жол дистанциясының жұмысшылары атынан үндеу. 2025 жылдың 22 қазан күні Бейнеу-Кіші 12 мекемесінде НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғанов кәсіподақ мүшелерін жинап, жұмысшыларға тігілейіндіп жатқан қыстық киімді арем және тағда басқа еңбек жағдайларын бойынша жиналыс ұйымдастырған болатын. Сол жиналысқа НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғановқа екі бейтаныс азамат еріп келіп жиналысқа қатысты. Жиналыс аяқталғаннан кейін Кіші 12 ауласында НЖС басшысы Ерназар Ізтұрғановқа еріп келген екі азамат кәсіподақ мүшелеріне қоқан-лоққы көрсетіп, жиналыс барысында көтерілген мәселелерге араласып, қорқытып, үркітіп, жанжал шығарды. Бұл жағдайдың үшінші рет қайталауына байланысты НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғановтың жұмыстан кетуін талап етеміз. Осы қорқытып, үркітулер жасалып, НЖС басшысы тарапынан қудалау және қысым көрсетулер болған жағдайда жұмыс тоқтатуға мәжбүрміз болатынбыз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз!